O'rnimizdan turamiz. Ulkan shingil turamiz. Shamroqni ko'tarib, kerizini turamiz. Kiyik yuvib turamiz. Jaraysiz bolalar, o'tiramanglar. To'ylanayotgan Navro'z merekesini beyni jazbadan bärimiz tomoshalayapsiz. Beyni jazbaga qarang. Rahmet bolalar. Qonaqlarga rahmetimiz aytamiz. Sabırla qo'shilmoqda. Yaxshi, ajirilik to'rt shalosha. Ibrat seni nishi shalosha. Ibrat 3 4 jaraysin 4. So'yatsi 4 shalosha. O'tiramiz. Ansarda shalosha. Ansar qanaqatlanardi? Ansar Ansarda bir shalosha ekan. O'tiramiz. Ikkinchi, senga 3. Kavsarda 3 shalosha. Yaxshi, Kavsarda yaxshi deymiz. Darim deydi. Darimda nishi? 4. Darimda 4 ma kel. Darim nishi shalosha? 2. Nishi sana? 1. Ya. 3. Darimda da 3. O'tiraver, yaxshi. Darimda da 3. Darimda Yishima aqlikki 5 shalosha. 5 shalosha. Aqlik o'yga yaxshi. O'tiraman. Kavsar aqlik. Qaniki? Kavsar qara. Unda nishi? Chiqaramiz. Chiqarib, mana olib kelib qo'ydik. Komandani Kıçıgılardır. Endi 4-chi aylanım. 4-chi aylanım. Qasqag'im satdi. Birinchi to'pqa qo'shuv amalimen tafsirmay berem. Ikkinchi to'pqa ko'paytuv amalimen tafsirmay berem. Kitaplarimizni qo'yamiz. Ansar birini o'rindagan 2, 3, 6 ya. Apay bo'lgan. Endi darim 2 ni o'rindagan men. 2 men 2 4, 2 qo'shib 7 4. Yaxshi bolalar, yaxshi. O'ta yaxshi. Kavsarga bir shalosha berem. Aqlikka bir shalosha berem. Ansarga bir shalosha berem. Darimga bir shalosha. Ya, endi tuqqan to'g'ri. Tuqqan to'g'ri shabandozlarga kim birinchi o'rinda mana qo'l ko'tarib aytadi.
Buza bastı. Жаңбыр сейілді. Жел басылды. Жарайсыңдар балалар, отыра қойыңдар. Бірақ не бердім. Айзерге қазір құрт берем саған қазір. Жақсы балалар. 2 қосу. Даусың шығар. Даусың шығарбайды. Қосу 2. Тең болады. 6. Отырады. Жарайсыңдар. Екіні үшке көбейткенде неше болады? Екіні үш рет неше болады? Екіні үш рет қосамыз сонда 6 болады. Жарайсың. Ибрат келе ғой. Ибрат бір жалаушадан келмейді. Қосып бірінші міне. Екіні төртке көбейт. Екіні төрт рет қосады екеміз. Тең болады. Неше болады? Дұрыс тапсана. Дұрыс айтады Кәусар. Кәусар дұрыс айтты. Келе ғой. Әкел. Кәусар алып келе ғой. Екіні әуелі мынаны. Тақтаға іле ғой. Кел Кәусар. Тақтаға іле ғой. Тақтаға іл. Апайларға. Екі. Төрт. Тең болады. Неше деді? 8. 8. Енді ақпен келе ғой. Осыны қосу амалымен алмастырамыз деді. Келе ғой. Абайларға түсіндіріп айтасың. Екіні неше амалына алмастырамыз. Ал тұлпар тобында 2 мен 3-ті көбейтеміз. Тең болады қанша шығады? Соны қосу амалына алмастырамыз. Кәдеге қараймыз. Тақтаға алып орындайтын боламыз тапсырманы. Кәдеге кезінде 61-ші бетіндегі 26-шы тапсырманы орындау. Кәусар жақсы жауап бер. Ақбек жақсы жауап бер. Дарын жауап бер. Аңсар шатасы қалды, я? Аңсарға беремей тұрамыз. Дарын. Тұлпар тобында жақсы жауап берген Соли. Сосын Айзеле. Жоқ. 16. Жарайсың. Отыра ғой. 2. 6. Дұрыс айтасың. 6. Кәусар сенікі? 20. Дұрыс айтасың. Аңсар сенің сандарың қандай? Екездеген сандар. 8. 12. Жарайсың. Түсіп қалған санды
баштаймыз. Қазір қолдарына екінші топтың тапсырмасы 2-2-ден санағанда түсіп қалған санды оқулығымыздың 61-ші бетіндегі основаға жұмсап берді. Әрі қарай біз жарыс барысында білетін боламыз. 2-2-ден неше шие бар? Санаш? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2-2-ден 4 рет қоссақ 1, 2, 4 тең болады. 8. Енді көбейту амалы 2-ні көбейту. 8 жарайсың Каусарға да біз бір жалауша береміз. Отыра ғой. Жақсы балдар, бүгінгі жаңа санайсың. Неше шие мұнда? 2, 3, 5, 6. 2-ні 3 рет қосқанда 6 болады. Я? 2. Өзің айтамын. 2 көбейту 3 тең болады. Неше? Мынаны көрсет, апайларға айтамын. 6 болады. Жарайсың солекке де. Бір жалауша. Енді осы қосуды көбейтуге алмастырамыз. 2 көбейтеміз, 2-ні 3-ке көбейтеміз, тең болады. Неше болады? 6 болады. 6 болады. Келесі 4 бұтақта 2 шиеден неше шие санайықшы? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4-ті 2-ден алғанда тең болады. Неше болады? 8 болады. 8. Осы қосуды енді біздер көбейтуге ауыстырамыз. 2-ні 2-ден неше шие? 2, 4, 6 шие. 1 санаймыз бірге. 2, 3, 6 шие. 2-ні 3 рет қосса неше болады? 6 болады. 2 қосу 2 болады. Неше болады? Бірінші қосылғыш бізде 2. Екінші қосылғыш 2. Сонда қосындының мәні неше болады? 4 болады екен. Осы қосуды енді біздер көбейту амалымен ауыстырамыз. 2 көбейту 2 тең болады. 4 болады. Дұрыс айтасың. 4 болады. 2, 3, 4. Осы 4 шиені бірнеше айналымдардан өтіп, мәре сызығына бірінші жеткен топ жеңімпаз болып саналады. Ал әр айналымда тапсырманы орындап отырған оқушыға мен жалауша беріп отырамын. Бұл жалауша бүгінгі сабағымыздың қорытындылау және бағалау болып саналады. Дарын. Жақсы балалар, бұлай болса жарысымызды бастайық.
ба? Дайынбыз. Ол үшін біз топтық ережені білуіміз керек, иә? Бірінші топтық ережені есімізге түсірейік. Бірінші тәртіпті болу. Екінші мұғалімді тыңдау. Үшінші белсенді болу. Төртінші достарымызды тыңдау. Бесінші тазалық сақтау. Жақсы балалар. Балалар біздер екі топқа бөлінгенімізбен ұмытпауымыз керек. Нені ұмытпауымыз керек? Бір-бірімізге сыйластықты, достықты, бірлікті және құрметті ұмытпауымыз керек. Олай болса, біздің бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың тақырыбы туалет тұлпар тобында вибрацияның асығы қандай? Көп. Вибратта тұлпар тобында. Аңсар сенікі қандай? Қызыл. Аңсар құлагер тобында. Жақсы балалар, енді орнымыздан тұрып, оқулықтарымызды алып, қызыласып балалар. Қызыл. Кәусар құлагер тобында. Кімде қызыл? Ақтілек те қызыл асып екен. Ақтілек те құлагер тобына. Тұлпар және құлагер тобы болып, топтық жарыс бүгінгі сабағымыз. Кәнеки? Айзелі, сенің асығың қандай? Осының ішінде түрлі асықтар бар. Осы асықтарды алып, түстеріне қарай ажырата отырып, топқа бөлініп, бүгін жарысамыз. Бүгін сабағымызда бізде топтық жарыс болды, иә? 14 наурыз амал көрісу мерекесі біздің Маңғыстау облысында тойланады екен деп. Ал 22 наурыз 2 көбейту 5 тең болады. 2-ні 5 рет алғанымызда 10 шығады екен. Бұл қосу амалы, иә? Жақсы балалар. Үй тапсырмашының өзімізге сәттілік тілейміз. Рахмет көп сіздерге. QR код сіздердің алдарыңызға қойдым. Сабақты деген. Рахмет балалар. Қонақтарға рахметімізді айтамыз. Қызбақта да қосылбақты. Екі. Қосу. Даусын шығарбайды. Қосу. Екі. Тең болады. Ал. 6. Отырады. Жарайсыңдар. Бұтақта нешесе? 1, 2. 2 шие. Иә. Мұнда да 2 шие. 2-ге 2-ні қосқанда 4 болады. Енді осыны көбейтуге алмастырамыз. Сонда айтшы 2-ні 2-ге көбейтеміз. 2 тең болады 4. Жарайсың. Ақтілек бізде жақсы түсінген. Ақтілек сен құлагер амансың. Ақтілекке бір жалауша. Тағы кім түсіндіреді?